Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afara'aytumun nar allati turun. Әлгі өздерің жағып жүрген отты көрмедіңдер ме дейді. Ең соңын отта келді. Әлгі өздерің жағып жүрген отты көрмедіңдер ме? Әнтум әншәтум шәжаратаха әм нахнул муншиун. Сол отқа қанша ағаш жағып жүрсіңдер, ойлаңдаршы дейді, қараңыздар. Сен қанша ағаш жақтың дейді осы отқа. Сен отын іздейсің. Ол отын болу үшін бірінші ол жап-жасыл ағаш болып өсу керек бір жерде. Сосын оны кесу керек. Сонда айтады, анау сен жағып отқан, сол отқа жағып отқан, отын қып жағып отқан ағаштарын дейді, сен ба дейді оны шығарып отқан жерден. Міне қалай шақыру тастады. Әлде біз ба дейді. Қарас қаншама ағаш жақтық біз. Ауыл жерлерде мысалы қаншама ағаштар, қаншама отын жағылып жатыр. Сондағы Алланың сұрағаны, жаға бер, 80 жыл өмір сүресің ба, 90, жаға бер, тек 5 уақыт сәжден жасап тұр. Болды, артық сұрамайым сені. Жаға бер. Ал мойындамайтын адам болса ше, кәпір болса ше, ол да жаға берсін дейді. Ол да жаға берсін, пайдалана берсін дейді. Бірақ қияметке келген кезде басқаша болады әңгіме онымен. Ол күллі нәрсені пайдаланды осы өмірде. Бірақ күллі өзінің жақсылық деп аталатын үлесін, ләззатын, қуанышын, бақытын осы дүниеде жеп кетті деп айтылады екен. Енді ақыретте оған ештеңе жоқ дегендей. Міне, сендер ме сол отқа отын қылып жағып атқан ағаштарды өсіріп шығарып жүрген, әлде біз бе? Негізінде біз бұл отты дейді. Басқа жаңағы алдындағы аталған су, алдындағы аталған егін, алдындағы аталған мәни суынан айырмашылығы, 4-ші отты айтып атқан Алла Тағала. Біз бұл отты сендердің естеріңді жиып тұратын, сендер әрдайым ғибрат алып тұратын бір құдіретімнің белгісі қылдым дейді мен. Және де жолаушыларға жолда жылынып алатын, жаңағыдай жыртқышағыңды қуалайтындай бір пайдаланатын бір өзіне нығмет қылып қойдым дейді. Сонда біріншісін қараңыз, есіңді жиғызатын аят қылдым дейді. Ол не деген сөз? Қолын күйіп қалған кезде не істейміз? Кәдімгідей ашып, зубной паста бар ма дейміз еді, қазіргі әдетте. Бірден реакция, адамды көрдің ғой, әлсіздігімізді көрдің ба? Әлсіз біз. Бірақ ол от қазір сен жағып отқан отта, соның өзіне саусақ тиіп кеткен кезде қандай болды әсер? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Алла Тағала жаһаннамды жаратқаннан кейін, жаһаннамды 70 бөлікке бөлетін болса дейді, 70 бөліктен тұрады, яғни дәрежелер ғой. Сонда соның ең бір бөлігі ғана мына дүниедегі отқа қарай берді дейді. Бір бөлігі. Сосын ол бөлігі өте ыстық болғандықтан Алла Тағала оған біраз су септі дейді. Содан кейін басылғаннан кейінгі көлемін сендер пайдаланып жүрсіңдер дейді мына жердің бетінде. Сонда сахабалар айтады ғой, я Аллахтың елшісі, мына дүниедегі оттың өзі де болса егер жаһаннамның оты, мұнаның өзі де жетіп тұр ғой дейді. Құдай сақтасын, қараңыз. Жоқ, Алла Тағаланы 69 есе күшті қылып жіберді дейді жаһаннамды, жердің бетіндегі оттан. Ол деген, сонда ойыңызға салады, моншада отырған кезіңізде де байқаңыз. Моншада біз жаңағындай бір ауырған кезімізде бір жылынып алайық деп, немесе жаңағындай кірлеген кезімізде бір кірімізді езіп алайық деп жаңағындай моншаға кіреміз. Сонда ана ыстық бізге керек. Ыстық бу керек, ана жерде ыстық пар керек дегендей нәрселер ғой. Сол сіздің жаңа денеңіздегі нәрселерді, артық нәрселерді ағызып шығарып тастайды дегендей нәрселер бар да, мысалы. Сол моншаның өзінде отырғанда ғұламалардың айтады, әдебі жаһаннамды есіңе алып отыр дейді. Жаһаннамды ойыңда есің алып отыр дейді. Өйткені жаһаннамның өзі өмірі сол болады. Монша сияқты.
ана пардан мына парға ыстық су, сақырлаған су деген нәрселер. Ылғи азап. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Ибрахим сүресінде айтады. Ана азаптан екінші азапқа апарылған кезде айдалып, неге бұл тәкаппар болған, бұл мойындамаған Алланы, өтірікке шығарған жаһаннамның ішінде жүр қазір деген нәрсе бұл. Сонда мынау азаптан мынау азапқа айдалған кезде, анадан ана азапқа айдалған кезде мүмкіндік жоқ мүлде. Міне, жер бетіндегі түрмелердің өзінде жаңа қамап қою, апарып қою, бүйтіп қайтадан шығармау деген нәрсенің бәрі осы жаһаннам деген тақырыптан алынған. Көрдіңіз ба? Ерік жоқ дегендей нәрселер. Сонда азап бірінен соң бірі күшейіп жатқан кезде Ибрахим сүресінде айтады, өлім күллі клеткасынан келеді дейді. Қараңыз адамның. Бірақ өлмейтін қылдық қой дейді оны. Қараңыз қиын нәрсесі қандай екен. Өлмейді, не өмір емес, не өлім емес. Осылай қатты қиналып жатқан кезде وَيَأْتِيهِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Мына жақтан тағы бір ірі азапты әкелеміз дейді. Міне осының барлығы менің осы дүниеде сабыр еткенім дейді Алла Тағала. Мен жақсылығымды аяғына дейін аямадым. Соншалықты керемет екен жақсылығы, адамның ғұмырына бір 3-4 күн қалып, бәленбай күн Құдайды мойындамайтын не бір жағы жаман жолда болып, соңғы өмірінің соңғы күнінде жылап, Алласына сәжде қылып, намазын қойып, жаңа намазын бастап реттеп кетсе де, сол соңғы күнімен бағаланады екен күллі ғұмыры. Сен қара, сондай дәрежеге дейін сені күткен, мұқтаж емес Раббың сенің маңдайыңды жерге қойыңа күткен, ол бермеген маңдайын, сондай түрде өткен өмірден. Осындай нәрсе үшін Алла Тағала жаһаннамды жаратуды қалады. Ал егер де кімде-кім кішірейсе, Раббысына қарай мойындаса, онда кешегі айтылғандай оңшылдардан, немесе ары қарай ұмтылып талпынып, жақсылықтан жақсылық қоймай жарысатын болса, озаттардың дәрежесінен де тірілтуден Алла Тағаланың рахымы дайын екен негізі. Міне осындай 3 жағдайда Алла Тағала бізге баяндады, құрметті жамағат. Озаттар, оңшылдар, міне сол жақтағылар деген нәрсе. Сол жақтағылардың жағдайын баяндағаннан кейін Алла Тағала сол жақтағыларға әділдігін, рахымын көрсетіп, осы дүниедегі жаңағы 4 нығметті көзіне атап кетті. Есіңді жиып аш деп та, шақыру тастады. Ғылыми шақыру, ғылыми. Бүгінгі ғылым зерттеп отқан мәселелерді тастап отыр Алла Тағала. Өзіңіз ойлаңыз. Міне айтып көрсін Құран енді. Қандай керемет. Құраннан мұғжизалығын қараңыз.